колледжіміз негізі 90 жылға ие колледж. Жастармен ісі бойынша директор орынбасары болып істеймін. Қожелі педагог колледжінде 25 жылдан бері істеймін. Районнан көшіп келді бұл жерге. Осы жерде бір қанша кадрларымыз сайылам шықты. Бұл жерде Ибрahim Юсуп, Төлепберген Хайыпбергенов, Сабыр Камалов, Мылтықбай Сатыбалдиев, осы ата бабаларымыз оқып кетті бұл жерде. Жақсы жерлерде, лауазым жерлерде істеп танықлы болып кетті бұл жерде. Бұл колледжіміз негізі 90 жылға ие колледж. Негізі тарихи колледжіміз еді. Жылы 30 июньнан бастап оқу басталды. 2025 жыл санаулы күндеріміз қалды. Құда қалесе тәрбиешілік дипломдауға ястар боламыз. Осы уақытқа пед колледж болғаны жақсы, себебі пед колледжде көптеген жақсы мұғалімдер, тәлім басылаушылар шығады. Мен өзімді сол пед институтта оқып жатырмын қазіргі күнде. Пед колледж болғаны жақсы, меніңше Қанегестілігіне қарағанда, себебі пед колледжде жақсы тәлім бағдарлар беріледі. Пед колледж болғаны жақсы деп ойлаймын мен өзіме. Адамдар енді не қылады, сана сезімі ойнап, былай жұмысқа деген не болатын еді, шарайт, имканият болатығын еді. Соны бітіріп сол дипломмен жұмысқа кіру имканиятлар болатын еді. Менің ойым сондай, пед колледж болған жақсы деп ойлаймын. Колледжде көбірек затлар үйренеді балалар. Сөйде ойлаймын мен өзім. Мінекей достар, бүгін енді пед колледждің өзінің хаққани оқушыларын енді сұрай жатпыз. Педте оқыған жақсы ма, я педтің өзі де жақсы ма, негізі я өзгерген жақсы ма? Сондай оқытуын қалайсыз ба, қаламайсыз ба, сондай туралы сұрай жақпын енді. Жердің пед болып қалғаны жақсы еді негізінде. Енді жаңағы школның бөлімінде оқып істеп жатқан оқушыларымыз, қыздарымыз көп. Негізінде пед болып қалғанын қалаймыз. Ассалаумағалейкум. Сабақтар жақсы кетіп жатыр ма? Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум. Жангелдиева Журнал. 24 жылы 30 июньнан бастап оқу басталды. 2025 жыл санаулы күндеріміз қалды. Құда қалесе тәрбиешілік дипломдауға ястар боламыз. Осы уақытқа шеккен біздерді көптеген мұғалімдер, ұстаздарымыз біздер үшін жағын көйдірді. Соларға рахметтер айтамын. Ілайым солардың жолын, бақытын біздерге де несіп етсін деймін. Сонда сізге де пед болып қалған жақсы ма, жаман ба? Пед колледж болып қалған жақсы, себебі қазір бала тәрбиесі жүдә күшті болып кетіпті біздерге. Халқымызға мәселен көптеген президентіміз көптеген жәрдем беріп жатырды. Мәселен адабат бақшалары ашылып жатырды, ятыпты, дақышы бақшалары ашылып жатырды. Соларға үлкен не беріп жатыр бізге, мүмкіншілік. Солардың себебінен соларға мәселен оқып жатқан жастарды жұмысқа алады. Мен сол пед колледж болып қалғанын қалаймын, халықтың аузында да сол гәп бар деп есеп қалдым. Енді мен мына Инстаграмда былайша жолда не деп көріп кеттім да, әзір пед болып қалуын қалайды екен де көп адам. Сол жайлы енді іс қылып түсіріп жатпа енді. Рахмет, мен де қосыламын. Мына ұстаздарыма көптен көп рахмет айтамын. Ендігі жағында теор жүзіміз жарық болып, біздеріміз сол дипломды алып, соның нанымыз жеп, нанымыз қалың болсын. Мына достарыма да, курстастарыма да, бәріне, баластарыма бәріне жақсы тілектерім бар. Наларыңыз қалың болсын. Мына ұстаздарымыздың берген нелерін, тәрбиесін, оқуын, білімін өзлестіруіңізге имканият беріп қойыпты, соны өзлестіруіңізге ілтимас қыламын. Әмеңіздің жұмсаңызға табыс болсын. Рахмет сізге де. Достар, мінекей алдыңғы релистерінде көрген болсаңыз керек. Енді педті сақтап қалу үшін ұрынып жатырмын. Енді осы видеолар, нелер мен комментариялар арқылы енді педте оқыған не достар қолдап лайк, комментарий қалдырып, керек болса осы видеоны президенттің инстаграмына жіберіп қойын. Және де осы видео арқылы мен сол педті сақтап қалуымыз керек. Енді педтің ол қанегелескен болғаны ұлы ма, приколный нәрсе ол достар. Бұл ма қожелік қанегелескен, я басқа жерге көшірсін. Мына жердің өзін я университет алып келсін да педтің өзіне. Я Қарақалпақстанның мынандай пед колледж қылып сондай не қылып сақтап қалу керек, оны қайтып болса да достар қолдап тұрмын. Неке қожелі пед колледждің неке студентлері таза қарлығаштарын неке ұшып кетеді осы жыл. Неке бітіре жақ группа, өз бір группаға неке қағаны басқа жерде дейді. Жараттық. Қайсы бақшаға бар, қайсы мектепке бар, біздердің шәкірттеріміз сөйледі, ұстаздық қылып жатыр, оқытушылық қылып жатыр. Көбісі біздерден шықты. Бұл біздердің колледжіміздің жаратылуы 1934 жылдан бастап Төрткүл районынан көшіп келді бұл жерге. Осы жерде бір қанша кадрларымыз сайылам шықты. Бұл жерде Ибрahim Юсуп, Төлепберген Хайыпбергенов, Сабыр Камалов, Мылтықбай Сатыбалдиев, осы ата бабаларымыз оқып кетті бұл жерде. Жақсы жерлерде, лауазым жерлерде істеп танықлы болып кетті бұл жерде.